Сүйікті оқырман, мен сіздерге жақсы ой, жақсы нәтиже атты бүгінгі сабағымызды жалғастырайын. Енді көп адамдар негізі бизнеске келген кезде, яғни бизнес бастаймын деген ойға келген кезде адамда бірінші қорқыныш болады. Көп адамда, любой адамда болады. Мысалы, мен өзім бизнеске алғаш келерден бұрын менде де қорқыныш болды да. Мен де сразу бастап жасап кеткен жоқпын. Белгілі бір уақыттарда, белгілі бір ойлармен, қорқыныштармен менде біраз уақыт жүрдім. Сол үшін мен өзімнің қазіргі тәжірибелерімнен қорққаным, адам бір нәрсені жасаймын дейді екен, сіздің сол бір бизнес бастаймын дейді екен, сіз соның алдыңыздағы, болашағыңыздағы нәтижеге, яғни сеніммен, кәдімгідей жақсы ниетпен, жақсы ойлармен болған кезде сізде сол болашақта жететін нәтижеңіз де сондай жақсы болады. Сол үшін жақсы ой жақсы нәтижеге жеткізеді. Сіздерге айтатыным, сол үшін әрқашан мейлі бір өзіңізге интернет магазин ашқыңыз келсін, не болмаса бір курс оқып, курс арқылы өзіңізді дамытқыңыз келсін, или бір тауар сатқыңыз келсін, или бір үлкен бизнес ашқыңыз келетін болса, сізде жақсы ой ойлау керексіздер. Яғни сол бизнесті бастап кетуге деген адамда бірінші Аллаға сенесіз ғой, екінші өзіңізге, яғни мен істеп кете аламын, мен жасап кете аламын, адамдардың барлығы жасап отыр ғой, мен не үшін жасай алмаймын деген сияқты адам өзіне бірінші сену керек. Яғни сіз өзіңізді сену керексіз. Ол үшін адам сену үшін өз-өзінше адамда алдымен білім болу керек та. Сол өзінің бастайын деп жатқан бизнесін істей алатын, өзінің қолынан келетіндей соның жолын көру керек, білу керек деген сөз. Сол кезде ғана адамда сенім болады. Сіз дым білмесеңіз, жолын білмесеңіз, оны қалай істеуді білмесеңіз, жалпы білім ол бір бизнес жұмыс жасауға деген сізде бір білім болмайтын болса, егер құр кеуде болатын болсаңыз, ол кезде әрине сізде сенім болмайды. Сол үшін мен өз-өзіме әлі сенбеймін деп айтатын адамдар не үшін айтады дегенде, өйткені оларда әлі сол бизнестің жұмысын бастап кетуге деген бір белгілі бір нысана, жол, бір білімі жоқ болған себепті ол адамдарда қорқыныш болады деген сөз. Сол үшін сіз өзіңіздің бастайын деп жатқан жұмысыңызды жақсы нәтижеге, жақсы ниетке, жақсы көңіл күйге, сенімге келу үшін алдымен сол жасап жатқан жұмысыңызға сізге деген сол бір білім жолын білу керексіздер. Сол үшін мысалға көп кісілер айтады ғой, енді байлар болатын болса, байлар мысалға көбінде білімі жоқ болса да, мысалға ақшасы көп болғаннан кейін бір бутик ашып, тауар әкеліп, 2 миллион 3 миллионға тауар әкеліп бастап кете береді. Өйткені олар ақшасына сенеді да, қорықпайды. Ақшасына сенеді да. Егер банкрот қалып қалса да, оның оған салған ақшасы, ол байлар үшін алып айтқан ешқандай бір ақша емес. Сол үшін олар не нәрсе істесе де ақшаға сенеді. Ал егер де сізде ақша жоқ болатын болса, сіз нөлден бастағыңыз келетін болса, белгілі бір бизнесті бастап кетуге дайын, қаржы дайын, неңіз болмайды, тәжірибеңіз болмайтын болса, онда сізде міндетті түрде бір білім болу керек та. Білім болған кезде сіз біліміңізге сенесіз. Яғни сіз сол жұмысыңызды жасап жатқан кезде белгілі бір кедергілерге ұшырасаңыз, или бір нәрсені жасауды білмей жатсаңыз, не істейсіз? Сіз өзіңіздің үйренген, қолданған білімдеріңізді қолдану арқылы ешқандай кедергілерден еш сүрінбестен өтіп кететін боласыздар. Сол үшін мен сіздерге айтатыным, бір нәрсе істеймін дейтін болсаңыздар, сіздер тәуекел етіп істеңіздер. Яғни бір нәрсе оқимын, білемін, түсемін дейтін болсаңыздар, мысалға бір білім үйрену үшін ешқандай оған мен айтайыншы сіздерге, басқа нәрсені істеу жолында сіздер жарайды ойланыңыздар, бірақ білім алуға тиісті, бір өзіңізді жетілдіруге, дамытуға тиісті бір нәрселерге егер сіздер екі ойлы болып тұрсаңыздар, онда мен айтамын, еш ойланбаңыздар. Өйткені ол білім сізге ешқандай кедергі, сізге ешқандай бір банкрот болып білімді алуда, сізге ешқандай бір зиян әкелмейді. Наоборот, сіз білім сізге 2-3 есе, сол білімді үйренуге кеткен уақытыңыздан сізге 2-3 есе нәтиже шығарып береді. Сол үшін мен сіздерге айтатыным, өзіңіздің ойыңызды белгілі бір білім алуға, бизнес бастауға алдымен ойыңызды тазалаңыз, өзіңізге сенім жинаңыз, сенім күш жинаңыз, ол сенім күшті сіз білімнен жинаңыз, құралдарды меңгеріңіз, ары қарай уже сізге мейлі қандай жұмыс жасасаңыз да еш қиналмай істеп кетуіңізге білім әрқашан сізге жетекші бола алады. Сол үшін сіздерге айтатыным, қандай да бір жұмыс істеймін дейді екенсіздер, қандай да бір білім үйренемін дейді екенсіздер, еш өзіңіз тоқтатпаңыз.
Білім алсаң, андай бар ғой, тәуекел төбе жел қайық, өтесің де кетесің, білім алсаң әрдайым арманыңа жетесің деген сияқты. Ал кеттік, бізбен бірге білім алыңыздар, өсіңіздер, дамыңыздар. Мынау қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заманда өз қатарларыңыздан қалмай, әрқашанда алда бай, бақуатты өмір сүріңіздер. Сау болыңыздар.